Сонымен Еламан Ерғалиев және Нұрдәулет Жарылғапов. Төрешілер дайын. Екі балуанның ортаға шақырылатын сәтін күтейік. Я, бұл кезекке, бұл үшінші орын үшін белдесуге Еламан Ерғалиев және Нұрдәулет Жарылғапов шығып отыр. Қола белбеу үшін жүлдесу. Белдесу ортаға шақырылады. Қос балуан алдарыңызда қызыл беретте Ақтөбе облысы өкілі Еламан Ерғалиев ортаға шақырылады. Еламан Ерғалиев, Ақтөбе облысы. Кремге шақырылады, қызыл береттегі балуан. Еламан Ерғалиев қазір қызыл бұрыштан шығуға тиіс, құрметті көрермен. Еламан жартылай финалда Ғалымжан Қырықбайға есе жіберіп қойды. Ендеше, енді жүлделі орыннан алыстап кетпеуге тырысатын секілді, ал қазір сәл кешігіп жатыр Еламан. Сонымен бір қошемет көрсетейік алдарыңызда. Еламан Ерғалиев, Ақтөбе облысы өкілі, лақап аты Жалаңтөс, Қазақстан барысының жеңімпазы, Қазақстан чемпионатының жүлдегері, көшпенділер ойындарының күміс жүлдегері, спорт шебері, бапкерлері Хаким Арсен, арнайы Ақтөбе облысына шақырып, дайындығына жағдай жасап жатқан Хамит Баймаш, сонымен қызыл береттегі балуан Еламан Ерғалиев, Ақтөбе облысы алдарыңызда. Еламанның қарсыласы көк беретті балуан Нұрдәулет Жарылғапов, Маңғыстау облысы. Лақап аты Қаракура. Нұрдәулет Қазақстан Республикасы чемпионы, Қазақстан Республикасы кубогының жеңімпазы, көшпенділер ойындарының жүлдегері, спорт шебері, жеке бапкері Елубай Кенжебай. Сонымен Еламан Ерғалиев, Нұрдәулет Жарылғаповтың да тамаша мүмкіндігі болды, бірақ соңғы секундтарда, дәлірек айтқанда, жартылай финалда Дәурен Нұралиновқа бір бүгіп айым беріп қойды. Осылайша тек белдесу нәтижесімен келіспейтін нұқтырғанмен бәрібір ержеден аттап кете алмайды. Осылайша Нұрдәулет өз карьерасында, өзінің спорттағы ғұмырында тұңғыш рет қола жүлде үшін, Қазақстан барысының қола жүлде үшін, қола белбеу үшін күреске шығып отыр. Бұл да жаман нәтиже емес. Маңғыстаулық балуан өзіне осыған дейін берілген сенімді ақтады десек болады. Өйткені репортажымыздың басында айтқандай, Нұрдәулетов нағыз оза шабатын жасқа жетті. 25 деген бір нағыз ердің, азаматтың жас екенін білесіздер. Бұл жерде әдіс есепке алынған жоқ. Тәуекелге барған Жарылғапов болатын. Күресті тоқтатамыз, және екі балуанға қазір үзіліс беріліп, бейне бақылауды қайта тамашалайтын секілдіміз. Бұл жерде Нұрдәулеттің әдісі тізесін қойып жасалды ма, жоқ, толық әділ істелді ме? Оған да назар аударайық. Қарайық міне. Тізесінің жерге қойып алды ғой. Сондықтан бұл жерде төрешінің шешімі күмән тудырмауға тиіс деп ойлаймыз. Қараңыздар, міне тізені жерге қойып алды. Сондықтан бұл жерде бойын тарта қашқаны дұрыс. Еламан Ерғалиевтің ал төреші қандай? Бас төреші қандай шешім қабылдайды? Қазір барлығы осыған байланысты болып тұр. Екі балуан қайта ортаға шақырылды. Демек, шешім қандай? Бүгіп айы Нұрдәулет Жарылғаповқа берілді. Ендеше алға шықты қазір көк белбеулі балуан Нұрдәулет Жарылғапов. Ал Еламан Ерғалиев мұндай сәтте екілене шабуылдауға тиіс, өйткені уысынан қола белбеуде сусып барады. Сондықтан ар жағындағы 3 минут 18 секундта қазір атойлап жүріп
есе қайтаруға тырысса да, жартылай финалдағы жеңілісі бұл жігіттің де өзегін өртеп тұрғаны күмән келтірмес. Ал қазір ыңғайына келтірді, бірақ қол босап кетті. Желкеден жармасқан сәтте Жарылғапов бойын тіктеп үлгерген екен. Енді қалай болады? Қазір тіпті ұршықша үйретіндей ыңғай танып тұр Еламан Ерғалиев, бірақ сыртқы түрі момақан болғанмен Нұрдәулеттің бұл жерде белі қоймасы анық. Ал қазір әдіс нәтижесіз лақтырмақ болды. Жамбасқа алып, аяқты дұрыс шалды Еламан, бірақ соңғы сәтте бәрібір Нұрдәулет бұл жерде сытылып үлгерді. Қалай дегенде де Нұрдәулеттің психологиялық тұрғыдан қиналып тұрғанын байқауға болады, және қазір дәрігер көмегіне де жүгінетін секілді. Жаңағы жартылай финалдағы сәтсіздік бұл жігітті әлі де қинап тұрғанын осыдан-ақ байқауға болады. Қазір тырнағы сөгіліп кетті ме, қалай болды? Дәрігер көмегі керек, және дәрігер оған 2 минут арасында көмек беріп үлгеруге тиіс. Тіпті қолын пластермен саусағын орап тастауы да мүмкін. Қалай дегенде де қола жүлде үшін, тіпті қолының байқасаңыздар терісі де сыпырылып кеткен екен. Сондықтан бұл жерде Нұрдәулет Жарылғапов бір аянкөстікке барып тұр деуге келмейді. Артынан әдеттегідей жеңімпаз бен жүлдегерлерді марапаттаймыз, марапаттау рәсімін өткіземіз. Сонымен, ал Еламан болса, аздап тынығып алуға тамаша мүмкіндік бар. Яғни Еламанның ширғып тұрғанын байқауға болады. Жаңағы қарсыласы бір ұпай алып кеткеннен кейін, бүк ұпайын алып кеткеннен кейін, бұл жігіт бәрін қалпына келтіруге уақыттың жеткілікті екеніне сенімді секілді. Қазір 2 минут 38 секунд бар. Ал қазіргі сәтте байқасаңыздар, Нұрдәулет өзі саусағын орап жатыр. Яғни дәл қай тұсына орауға қажет екенін жақсы түсінеді, және бұл 2 минут естеріңізге саламыз. Бірақ дәрігердің көмегіне жүгініп болды. Ендеше ары қарай жалғасады. Белдесу жалғасады. Бастаймыз. Жігіттер, шегінбейміз. Ал қазір қалай болар екен? Ой, қалай әдемі шалды қазір Нұрдәулет, бірақ өзі бастаған әдіске өзі түсіп қала жаздады Еламан Ерғалиев. Сондықтан қазір тез бой жинап үлгергені дұрыс болды, әйтпесе қиын болатын еді. Ал қазірше жоқ, екеуінде белі мықты екенін байқап тұрмыз, әдіс іске асқан жоқ. Екеуінде лақтыратын, кезегі лақтыратын мүмкіндігі болды, бірақ бел шыдап берді. Қазіргі сәтте Нұрдәулет енді белін ауырсынып тұр. Нұрдәулет тағы да жарақат алып қалған секілді, бірақ қазір ескерту алады. Ескерту. Көк белбеулі балуанның белбеуі шешіліп кеткен екен. Нұрдәулет ендеше жиналып алып, ары қарай жалғастыруға тиіс. Еламан тықсырып барады, бірақ көрдіңіздер ме, екеуі де әдісті бір-біріне жасатып жатқан жоқ. Бір-біріне әбден лайық қарсылас, қалай дегенде де. Сонымен қазір Нұрдәулеттің бапкері сөз көмегін беріп ақ жатыр, бірақ екеуі де қазір аяқпен ұмтылған сәтте бірін-бірін ала алатын емес. Қалай болады? Бар жоғы 1 минут 42 секунд қалды. Бірақ белдесудің тағдыры соңғы 10 секундта шешілген жағдай болды. Сондықтан да қазір Нұрдәулет Жарылғаповты қола жүлдегер деп атауға асықпайтын едік. Ал Еламан қола жүлдегер атанғысы келсе, шешімді қимылдауға баруға тиіс. Бұл жерде әдіс есепке алынған жоқ. Өйткені қызыл белбеулі балуан бастады, ары қарай соңына жеткізе алмады. Көк белбеулі балуан, тұрамыз. Нұрдәулет кәдімгідей шаршап қалды ма? Қимылы өте сылбыр, бірақ қарсы шабуыл жасауды ұмытпайды. Ал Еламан жоқ. Тағы да әдісі іске асқан жоқ. Қолын бұрап ұстауға тырысқан болатын. Ал Нұрдәулет қазір қарсыласына әлдене айтып та үлгерді. Екеуі тіпті кілем үстінде сөйлесіп те жүрген секілді. Әрине дауыстары біздің құлаққа жетпейді дегенмен.
Екеуіне де ескерту. Сөйлескендер үшін 2 балуанға да ескерту берілді. Екі балуанға да сөйлескен үшін ескерту, иә. Жарыс ережесі бойынша қарсыластар бір-бірімен сөйлеспеу керек. Төрешілер дер кезінде шешім қабылдап отыр. Яғни әркім ойын айта беретін болса, онда Әдіс нәтижесіз. белдесудің не сәні қалады бұл жерде. Ортаға отырып дебат жасайтындай жағдай емес қой. Тұрамыз. Нұрдәулет. Иә, Нұрдәулет. Бүк ұпайын көздің қарашығындай сақтауын сақтап жатыр. Бірақ қарсыласы андыздап қайта-қайта шабуылдамақ. Және Еламан қазір сәтте сілкілеп жатыр. Сілкілеген күйі енді шиіріп түсіре ала ма көрейік. Кездесудің соңғы минуты басталды. Қане, қайрат күтеміз жігіттерден. Бұл қалай дегенде де жүлделі орын үшін кездесу ғой, сондықтан тағы да іске асқан жоқ. Бұл әдіс ал тауғылағандай қазір Нұрдәулет Жарылғап жөңкіліп түсті. Және Нұрдәулетке қазір оң жақ бүйірін ұстап жатыр. Көрейік. Төреші бәрібір тұруды талап етіп жатыр балуанға. Ал соңғы 45 секунд. Еламан есені қайтаруға тырысады және шалды бұл жерде. Жоқ, тағы да Нұрдәулет байқадыңыздар ма? Еламанның қалай шабуылдайтынын біліп отыр. Ақырын ғана үстіне құлай салып жатыр бар салмағымен. 39 секунд қалды. 39 секунд қазір дүниенің астын үстіне айналдыруға болатын мүмкіндік. Және қазір Нұрдәулетке ескерту берілуі мүмкін. Жоқ, ескерту берілмеді. Ал көрейік қазір. Ерғалиев. Ой! Міне қапысын тапты деген осындай болады, құрметті көрермен. Бағанан бері сылбыр көрсіп жүрген Нұрдәулет Жарылғапов осылай бір аңысын аңдып тамаша күтіп тұрған екен. 3 минут 29 секундта 32 секунд қалған кезде Жарылғапов тамаша жеңіске жетті. Қарсыласты аяқтан шалып түсірді. Осылайша Еламан Ерғалиев өз әдісіне өзі басты түсіп қалды. Ал Нұрдәулет ерініп жүріп күрескен Нұрдәулет. Қараңыздар, қарсыласқа құрмет білдіріп тұр. Қазақстан барысы 2021 турнирінің қола жүлдегері, қола белбеу иегері Нұрдәулет Жарылғапов. Барын салды, 26 жастағы жігіт. Қараңыздар. Аяқтан қалай әдемі шалды. Көтеріп тастай салды аяқтан. Ал бүкіл салмақпен құлаған Еламан бұл жерде қос жауырынын жерден көтеріп алуға мәжбүр. Осылайша Нұрдәулет Жарылғапов өз орында тұңғыш рет Қазақстан барысының жүлдегерлер қатарына ілініп отыр.